Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте әдемі, нәзік, жұмсақ сүзбелі баяқтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранға соданы салып араластырамыз. Жұмыртқаны, қант, тұз, еріген сары майды қосып араластырамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды біз жарты сағатқа жылы жерге бетін жауып тұндырамыз. Қамырымыз дем алғанша біз начинкасын жасаймыз. Ол үшін ірімшік, қаймақ, крахмал және жұмыртқа қажет. Ірімшікке жұмыртқаны, қант, крахмал, қаймақты қосып, жақсылап блендермен езетін боламыз. Бізде міне осындай консистенциядағы начинка пайда болады. Біз қамырымызды алып табамызға жайып, оның үстіне начинкамызды құямыз. Және қалған қамырмен осылай безендіріп корзинка жасаймыз. Жұмыртқаның сарысын алып, осылай қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен соң үстіне осылай сахарный пудрамен әсемдеп дастарханға ұсынуға берулеріңізге болады. Ас болсын достар!